Біздер қазір ежелден келе жатқан біздің қазағымыздың ұлттық ойынының бірі соқыр теке ойынын ойнатамын сіздерге, иә? Соқыр теке ойынын сіздерге шартын түсіндіріп өтейін. Мына шеңбердің ішін айналып тұрамыз, сосын санамақ арқылы бір баланы ортаға шығарып аламыз. Сол баланың көзін байлаймыз. Ол бала ортада тұрады да, қалғандары мына шеңберді айналып тұрады. Аяқтарына мына ысқырауық қазды байлап беремін. Сіздер ортадағы баланы соқыр теке бақ, бізді іздеп тап деп жіберіп қоямыз. Ал сіздер болсаңыздар, шеңбердің ішінен шықпай қашасыздар. Ортадағы көзі байланған бала сол дыбыс аяқтарынан шыққан ысқырауық қаздың дауысы арқылы сендерді ұстап алу керек. Кімді ұстап алады, сол баланың көзі байланады. Ойын солай сіздердің қалауларыңыз бойынша жалғаса береді, иә? Түсінікті ме? Иә. Ортадағы көзі байлайтын адамды таңдап алу үшін алма кетті домалап деп санамақ сынайын, иә? Кәне, сіздер тұрасыздар. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап, кім алманы табады, сол ойыннан шығады. Ай, солай болса, ойынымызды бастаймыз. Кәне, бәріміз бірге. Мен айтам, сіздер қайталайсыздар. Соқыр теке бақ, бізді іздеп тап дейміз. Кәне, бәріміз бірге айтайық. Соқыр теке бақ, бізді іздеп тап. Кәне, қаша.